Чао! Сәлем достар, бүгін өздеріңіз көріп тұрғандай біз отау тігіп жатырмыз. Сондықтан артымыздан келе жатқан іні қарындастарымызға айтар кеңесіміз бар. Бірінші рет қызбен танысар алдын міндетті түрде дұрыс сыйлық табыс ету керек. Айтсан? Рахмет. Жігіт қанша ұялшақ болса да, өзін қолға алып, бірінші қадам жасаған дұрыс. Сәлем қыздар, сіздерге қол ұстамақсат па? Уже отырып қойдыңыз ғой? Көбінесе жігіттер қысылғаннан ыңғайсыз жағдайға тап болады. Бұлар жаққа Сендер жақ жаман қызық болған сияқты ма? Қызға жақсы әсер қалдыру үшін өзіңнің тапқырлығыңды көрсет. Так, мен сіздермен танысқаныма өте қуаныштымын. Айтпақшы, мен сізді мистер и миссис Смитке ұқсатып тұрмын. Ал мен сізді мистер Смитке. Өте қуаныштымын, Багдана. Смит. Көбінесе қыздар жеке қыдырмайды. Бұндай жағдайда сенің де жалғыз болмағаның дұрыс. Так, қыздар, зерікпейміз. Досым жетіп келдім міне. Альберт. Çodan bауырым, отыр жаңаға. Қайсысы? Çodan, не болды? Қайырлы кеш, қыздар. Менің есімім Айдар. Бірінші кездесуге бара жатқанда киімді дұрыс таңдау қажет. Бұл сенің алғашқы жеке кездесуің болғандықтан апаратын жеріңді дұрыс таңда. Менің ойымша, мынау мейрамхана сенің ойыңнан шығады. Я тамаша екен. Официант меню алып келген кезде қателік жасап қойма. Қыз таңдау жасап жатқан кезде құлағымен көзін жұмып тұр. Көптеген қыздардың құлағына алтын сырға. Кездесуде оған көңіл бөлмей қоймаңыз. Мен де ойыма біраз түсті. Қазақтар махаббат деп талай айтқан, махаббатсыз өмір жоқ деп абай айтқан, махаббаттан басың қалсын деп әдебиеттен беретін апай айтқан. Махаббаттан басың қалсын деген сөзді әдебиеттен беретін апай айтқан. Махаббаттан басың қалсын деген сөзді әдебиеттен беретін апай айтқан. Ай, божама. Деген сөзді әдебиеттен беретін апай айтқан. Доллардың курсы қанша бақытты? Махаббаттан басың қалсын деген сөзді әдебиеттен беретін апай айтқан. Келісемін, әр адамның музыкалық курсы әртүрлі, бірақ Айқын өлеңдерін қатты ұнатамын, рахмет саған. музыкалық вкусын дұрыс тапқан соң, киноға апарғанда артық етпейді. Почему? Потому что я этого еще никогда не делала. Ты нормально только что сделал. Өзіңе маңда ма? Врешь. Ты врешь. Қой, қызғана сен кеттің. Ты нормально только что сделал мне предложение. Саябақтар жүргізу, ауылды абаттандыру, халықтың демалатын орындарын жасау. Міне осы Болашақ жарының сеніміне кіру үшін жақын туыстарымен дұрыс таныстырып ет. Міне бағана айтқан ағам суреттерін көрсетейін. Міне достар, мен спортзалда, тауда, спортсмен ғой ағам. Мына жақта жалғыз өзі отыр. Жақтан балалармен көрген кезде аямайды. Сенің берген сыйлығың оның мәңгесінде қалатындай болу керек. Жаным, мен саған сыйлық алдым. Арнайы Парижден алдым. Шанель, рахмет үлкен. Көптеген жігіттердің сыйлықты дұрыс таңдағанымен, оны дұрыс көрсете алмайды. Жаным, саған сыйлық алдым. Вау, 6-й iPhone ба? Қандай керемет. Не бұл ма? Жаным, менің алдың телефон саған қатты ұнайтын еді ғой. Өзіме 6-й алдым. Қалай, жақсы ойлаймын? Әр қыздың кішігірім құпиясы бар. Егер жігітіңіз әлі де тұрмыс құруға ұсыныс жасамаса, намек тастау шарт емес.
Бұдан кейінгі өміріңді сол қызға арнайтынына сенімді болсаң, көпке созбай шешім қабылда. Демек, ұсыныс жасайтын уақыт келді. Жаным, мен сені өте қатты сүйемін. Қалған өмірімді сенімен бірге өткізгім келеді. Менің жарым болуға келісесің бе? Жаным, мен сені өте қатты сүйемін. Сенімен бірге қалған өмірімді өткізгім келеді. Ой, пожалуйста, только не надо вот это все банально, так не надо кольцо, мальцо. Короче, тағы осы ма? Тойдың қаражатын үнемдейміз деп. Келесі жағдайларға тап болып қалмаңыздар. Давай, хотя 5000 теңге шықса екен. Лимузин не істейміз? Нұрлан бар ғой мен досым. Сомаша шығасыз. Иә. Чё там, а? Лобовуха в хлам, да сидит низко, корпус Фотограф не істейміз? Ой, не классный фотографты, мен бакалек деген сіңілім бар ғой. Ода как раз 12 мегапиксель. Так, әнші, Дима Билан. Мен Абай деген ағам бар ғой, сол айта салады өлеңді қатырады өзі. Бишіші? Ой, биді де өзі қатырады. Хуршет, ана мынау керек па өзі бізге? Біздің осы кеңестеріміз жастарға көмегін тигізеді деп ойлаймыз. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар. Чао. Болды ма? Все? Все. Уф, наконец-то. Мне ноги так устали. Слушай, блин, почувствуем горлом, а? Чувствуем голосом? Я же не виновата, то, что я заболела. В смысле не виновата? Мог бы другой пиджак одеть, вообще он на мои нервы действовал. И бантик вообще. На самом деле болған жоқ.